Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ай тәріздес өте оңай дәмді болып шығатын печеньені жасайтын боламыз. Неге ай тәріздес деп ойлайтын болсаңыздар, жақында қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Осы Рамазан айында ораза ұстайтын адамдарға осындай ай тәріздес өте дәмді болып шығатын печеньені жасап беріңіздер. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм жұмсақ сары май. Осы сары майымызды ыдысымызға салып болған соң 150 грамм шекерімізді қосамыз да венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Май мен шекерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте 2 жұмыртқаның кезегі. 2 жұмыртқамызды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын ұнның кезегі. Мен осы печенье жасап жатқан кезде ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамын. Осы печеньенің қамырына барлығы 380 грамм ұн қостым. Ұнның бір жартысын електен өткізіп болған соң 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Бұл жерде қопсытқышты көбірек қоса беріңіздер. Сосын осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнымыздың бірінші жартысын қосып араластырып болған соң бізде осындай сұйықтау келген қамыр шығады. Енді ұнымыздың қалған жартысын електен өткіземіз. Достар, осы менің YouTube каналымда оңай әрі тез жасалынатын, дәмді болып шығатын, және де көп ингредиенттер қажет етпейтін печенье, кекстардың, пирогтардың рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың екінші жартысын електен өткізіп болған соң, бірінші кішкене венчиктің көмегімен араластырып, ары қарай қолдың көмегімен жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Менде осындай мына видеодағыдай бір келкі жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығатын қамыр үшін барлығы 380 грамм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қараңыздар. Сіздердің қамырларыңыз мына видеодағыдай жұмсақ, бір келкі, эластичный қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды пищевой пленкаға немесе салафанға салып 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 10-15 минут өткен соң қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, жайып бастайық. Қамырымыз жерге жабысып қалмас үшін қамырдың екі шетінде ұнға аунатып аламыз. Сосын оқтаудың көмегімен қамырымызды қатты жұқа емес, шамамен бір 4-5 миллиметрдей қылып, осылай қылып тегістеп, әдемі қылып жайып шығамыз. Келесі кезекте бізге керегі стакан. Осы стаканды мен ұнға батырып алдым. Ұнға батырып алып, осылай печеньелерімізді, яғни қамырларымызды кесіп шығамыз. Егер сіздердің стакандарыңыз жабысып жатқан жағдайда ұнға батырып алып, сосын барып осылай кесіңіздер. Енді осы артық қамырларын мына видеодағыдай жинаймыз. Осы қамырымызды тастамаймыз. Осы қамырымызды әдемілеп осылай алып, жинап, қайтадан жайып, осындай домалақ қамырларды кесіп шығамыз. Енді осы домалақ қамырларымызды мына видеодағыдай стаканның көмегімен немесе осындай қасықтың көмегімен ай сияқты қамырларымызды кесеміз. Достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Формамызға пергамент қағазын төсеп, енді осы қамырларымызды қатарынан және де арасын ашық қылып қойып шығамыз.
Бағанағы қалған қамырымызды жинап, қамыр қылып, енді осы қамырымызды мына видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Осылай жайып алып, сосын стаканның көмегімен домалақ қамырларымызды кесіп шығамыз. Енді осып кескен соң, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай әр печеньені, әр қамырымызды ай сияқты қылып кесіп шығамыз. Осы процесті біздің қамырымыз біткенше қайталап жасай береміз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан және де қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Маған өте қызық. Мінекей, осы печеньелеріміз пісуге дайын тұр. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20 минут аралығында пісіреміз. Мінекей, мына шетте екінші партия печеньелеріміз пісуге дайын болып тұр. Осы печеньемізде осылай қызартып пісіріп аламыз. Бұл жерде печеньелеріңіздің асты қызарып, қып-қызыл болып пісіп, және де үсті де кішкене қызарса, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Осы печеньені суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Бір қамырдан 54 штук печенье шықты. Қараңыздар, осындай ай тәріздес печеньелеріміз өте әдемі, көтеріліп, арасы пісіп шыққан. Осы печеньенің, яғни сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ болып шықты, және де печеньеміз өте тәтті болып шыққан. Сіздер де осы печеньені жасап көріңіздер. Достар, осы ай тәріздес печеньені міндетті түрде қасиетті Рамазан айымызда ораза тұтқан адамдарға осылай жасап беріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.